Қазақ елінің басты байлығы саналатын жеріміз шетелдіктерге ешқашан сатылмайды. Мәжіліс депутаты Нұр Отан фракциясының мүшесі Бекболат Тілеуханның пікірі осы. Бұл заңмен бекітілген, менің де азаматтық пікірім осыны қуаттайды, деді депутат. Ал маңызды мәселеге қатысты саясаткер жақ ашпады деген айыптауларға Бекболат Қанайұлы жер, тіл, дін тақырыптары тым нәзік келеді. Сондықтан бұл тұрғыда асығыс пікір білдіруге болмайды деп жауап берді. Бір дегені істемес бұрын, айтпас бұрын ойланып алады. Ал істеп айтатын айтып болу ойланғаннан бұл пайда жоқ. Сондықтан бұл жол лап беріп, бір деген айта салуға да болмайды. Бірақ бір анық нәрсе бар. Жер ешқашан сатылмайды. Ауыл шаруашылық жері ол заңда да сатылады деген жері жоқ. Жалға беріледі 25 жылға, түсіндірмесінде айтты, Бауыржан Смағұлов айтты, Мамыт Бектов айтып жатыр. Жер жалға беріледі, жердің иесі болу керек, оны ішінде де ары қарай даму керек. Бірақ бұл шетелдерге сатылады деген нәрсе, бұл адам ақылына сыймайтын нәрсе.